15 миллионға қарызға кіріп кетті. Менің бір шәкіртім коучинг сабағына келген. И оны мен қалай шығардым? 2 айда ол полностью толығымен құтылды да. Неге кірді? Өйткені ол 6, миссия 7. Мен постоянно айтамын, что миссия 7 -3% жүреді деп та. Ол ет сатқан, суық дүние жасауға болмайды ғой, одан кейін денсаулық та кеткен да. И в конце концов солар 15 миллион қарызға кіріп кеткен. Именно суицид ғылымының инструменттарын қолданып, мен соны солай шығардым да. Прямо телефонмен мен Алматыдамын, ол Астанада. Күнде телефонда отырып, менің мақсатым оның қарызын жауап беру керек болды. Но мен енді ақшалай жауап бере алмаймын ғой. Мен тек қана білім арқылы жауап беремін ғой. Но ол молодец, бірде-бір жасады. Стресс болды. Өйткені ана жақтан прям бар ғой, сені қылқындырады ғой, ақшамды бер деп. Өйткені қарызды көп алып тастаған, еще банктан алып тастаған. И сөйтіп біз сверхобъективті, жағымды энергиямен қолданып, мына жақтан банктан жауып, ана жақтан үлкен кредит алып, ананы жауып, қазіргі таңда нормально күй кешіп жатқан жағдайы бар да.